Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын үлпілдек шоколадты бисквит дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына шейін көріңіздер. Алдымен ұнымызға қопсытқышымызды салып араластырамыз. Сонан соң какаомызды қосамыз. Сүтіміз салқын болу керек, сол кезде какаомыз жақсы араласатын болады. Сұйық майымызды құямыз және араластырамыз. Осы массамызды орташа отқа қоямыз. Үнемі астын араластырып тұруымыз керек. Кішкене бөлк еткен кезде пештен шешетін боламыз. Кеңірек ыдысымызға жұмыртқамызды, тұзымызды, құмшекерімізді саламыз. Миксермен шамамен 5-6 минут көлем жағынан ұлғайып, ағарғанша миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқамыз көлем жағынан ұлғайып, осылай ағарды. Енді какаомыз бен сүтімізді аздап құямыз, және де електен өткізілген ұнымыздың аз мөлшерін саламыз және миксермен араластырамыз. Осылай кезектестіріп отырамыз. Бірінші қайнатпалы массамыздан құямыз, сонан соң ұнымызды қосып араластырамыз. Солай ұнымыз бен қайнатпалы массамыз таусылғанша осылай дайындап алатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын, осындай болып шығады. 2-16 сантиметрлік кальцоның түбіне фольга орап, форма жасап аламыз. Және де қамырымызды осындай қасықтың көмегімен 2 теңдей бөлікке бөлетін боламыз. Сіздер таразының көмегімен бөлсеңіздер де болады. Егер сіздерде жалғыз форма болатын болса, барлығын бір формаға құюға болады. Ол кезде пісу уақыты ұзаруы мүмкін. Кішкене қозғаймыз, сонан соң бетін фольганың көмегімен сол кезде біздің бисквитіміз бір тегіс болып пісетін болады. Қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 40-45 минут дайын болғанша пісіреміз. Дайын бисквитімізді міндетті түрде шпажканың көмегімен тексеріп көреміз. Менімен бірге болыңыздар. Келесі видеода осы бисквитпен керемет торт пісіретін боламыз.